Армысыздар қымбат көрермен, бүгін Астана аспаны бағдарламасының кезекті кейіпкері 1000 орын көше саудасы бағдарламасының жетекшісі Сәкен Әділбеков. Ассаламалейкум. Қалыңыз қалай? Шүкір Аллаға. Енді айтыңызшы, біз сізді көптен күттік. Сіздің жасап жатқан жобаңыз қазіргі уақытта өте өзекті. 2016 жылы бұл жоба құрылды. Кәсіпкерлердің көбісіне өздерінің бизнестарын жүргізуге мүмкіншілік туды. Жалпы қайдан келген ой? Бұл бағдарлама негізі бастауында мынау Астана қаласы әкімдігі және Атамекен кәсіпкерлер палатасының екеуінің жаңағы келісіп жаңағы жасалған идея. Сол идея ары қарай жүзеге асып, 2016 жылдан бері осы бүгінгі таңға дейін 579 кәсіпкер өз кәсібін дөңгелетіп жатыр. Жер учаскесі жаңағы рәсімделіп, сол кәсіпкерлерге табысталған болатын. Соның 409 жаңағы павильон қойылған, жұмыс жасап жатыр. Ал қалған 100 орын ол сезонны дейміз ғой. Мынау жаз айларында жаңа балмұздақ, сусын өнімдерін сатуға арналған мынау өзен жағасындағы орындар. Тамаша. Қараңыз, мен кәсіпкермін. Мен өзім кәсіпкер болғым келеді. Жаз уақытында жаңа айтып жатырсыз, мезгілдік бұл кәсіптің түрі. Есілдің жағалауында адам көп шоғырланған жерде өзімнің бір кофеханамды немесе бір дәмді тоқаш сататын жерімді ашып қойғым келеді. Не істеуім керек? Бағдарламаны ережесіне сәйкес біз конкурс жариялаймыз. Конкурс жариялағанда ол жер учаскесінің жаңағы мекен жайы, нысаналы мақсаты, алаңы, ол жер учаскесінің жаңағы берілетін мерзімі және жылдық ақысы нақты көрсетіледі. Сол кәсібін дөңгелетем деген кәсіпкерлерге осы жер учаскелерінің жарияланған тізімінен өзіне керекті мекен жайын, не болмаса нысаналы мақсатын, не болмаса жаңағы алаңын бәрін қарастыра отырып тапсыру керек құжаттар топтамасын. Құжаттар топтамасы бұл жерде бұл өте аз, кемінде ол жеке кәсіпкер болу керек. Одан кейін салық органдарынан қарыз бар жоқтық жөнінде анықтама. Жаңағы электрондық қолтаңба арқылы жаңағы ЭЦП дейміз ғой. Сол арқылы, ол жаңа электрондық қолтаңбасы арқылы документтердің бәрі электронды тапсырылады. Ал бүгінгі таңда Астана қаласы әкімдігі тарапынан үлкен электрондық алаң, блокчейн жаңағы технологиясын қолдана отырып жасалынып жатыр. Ендігі алдағы болатын жоспарлар, конкурстар сол блокчейн аясында болады. Тамаша. Блокчейн аясында бұл электронды қабылдау, иә? Электронды қабылдау, электронды ары қарай біздің ережемізге сәйкес бір жер учаскесіне бір немесе 2-3 кәсіпкер жаңа үміткер болатын болса, ол конкурстық комиссия шешім шығарады, шешім қабылдайды. Ал егерде 4 не одан жоғары 10, 15, 20, 25 кәсіпкер үміткер болатын болса бір жерге, онда ол аукцион болады. Яғни біздің аукцион жүйеміз бұған дейін жаңағы адамдар жаңағы жинап, соларға зал неғылып аукционисті тағайындап, ол аукционист жаңағы хабарлап жаңағы методы молотка дейді ғой. Солай болып жататын болса, бүгінгі таңда оның бәрі онлайн режимде. Сіз өзіңіздің үйде, не болмаса жаңағы өзіңіздің кеңсеңізде отырып, қатысып, жаңа аукционды ары қарай жүргізе беруге болады. Тамаша. Яғни басқа өңірдегі біздің кәсіпкерлер Астанада өздерінің кәсібін ашқысы келетін болса, онда онлайн режимде яғни тапсырма бере алады. Енді ол басқа қалада емес, және басқа елде де жүруі мүмкін ол кәсіпкер. Енді кәсіпкердің немес ғой, енді жұмыс бабымен, не болмаса басқа жолмен онлайн режимде оның бәрі жүріп отырады. Кәсіп жасайтын орынды жалға бересіздер. Иә. 1 шаршы метрі қанша? 1 шаршы метрі бір жылға, 1 шаршы метрден 20 шаршы метрі ол 20 мың теңге. Яғни сіздің 10 шаршы метр жер учаскеңіз болатын болса, онда сіз бір жылға 20 мың теңгеден есептегенде 200 мың теңге төлейсіз. Сол 10 шаршы метрге. А егерде сіздіңкі 20 шаршыдан 30 шаршы метрге дейін болатын болса, онда 16 мың теңге. 30 шаршы метрден жоғары болатын болса, 14 мың теңге бір жылдық ақысы. 14 мың теңге бір жылдық ақысы. Бір шаршы метріне. Тамаша. Жерді шамамен
бір 7 жылға дейін береді деген дүниелеріңіз бар, иә? Иә, мынау жер заңнамасына сәйкес бұл жер учаскелерін бізге жаңағы 7 жылға беріледі. Біз сол қалған уақытқа кәсіпкерлерге үлестіреміз. Яғни ол 6,5 жыл, 6 жыл, не болмаса кейбір мерзімі одан да кіші болуы мүмкін, үлкен болуы мүмкін. Кем дегенде? Кем дегенде ол 5 жылдың үстінде. 5 жылдың үстінде. Иә, бірақ ол кәсібін дөңгелетем деген кәсіпкерге өте тиімді, ұзақ мерзімді. Ол жерден қайтарымын бәрін есептегенде ол тиімді кәсіпкерге. Жыл сайын жаңағы құжаттарды рәсімдеп, оны ары қарай созып, оған жаңағы келісімшарт жасалмайды. Ол 7 жылға сол жаңағы ұзақ мерзімге келісімшарт жасалады. Енді мысалға 7 жылға дейін жасалған келісімшарт мерзімі өткен соң, ол орында кәсіпкер босату керек пе, әлде әрі қарай жалғастыруына мүмкіндік бар ма? Мынау біздің бекітілген ережеміз 2017 жылы 22 мамыр айында бекітілген болатын. Соған сәйкес мына бүгінгі таңда істеп жатқан жұмысымыз. Бірақ соған біз мынау әзір өзгерістер енгізіп жатырмыз. Өзгерістер мынау сіз айтқан сұраққа тікелей қатысты. Кәсіпкерлердің арасынан да өте үлкен сұрақ бар. Біз ертең 7 жылымыз мынау мерзімі біткен соң не істейміз, көшеде қаламыз ба деген сұрақтар көп. Соған байланысты егер де кәсіпкер ол жер учаскесіне жаңағы санитарлық нормаларды сақтай отырып, және заңның басқа да талаптарын сақтай отырып жұмыс жүргізген болатын болса, мынау құзырлы органдар тарапынан, не болмаса біздің тарапымыздан бір оларға бір ескертулер, не болмаса бір жаңағыдай заң бұзушылықтар болмаған жағдайда бізге мынау Астана қаласы әкімдігі жер учаскесін мерзімін созып жатқан жағдайда біз сол кәсіпкермен ары қарай жұмысты жалғастыру көзделіп отыр. Яғни ол кәсіпкермен өз жаңағы жер учаскесін ары қарай созуға өте үлкен мүмкіндік. Ары қарай кәсібін дөңгелетуге. Ал егер де кәсіпкер өзінің мерзіміне дейін кәсібін жалғастыра алмаса, мерзімнен тыс беріп жатса қағазын, өтінішін, ол арнайы бір келісім шартты бұзу туралы келісімге отырады ма? Әлде айыппұл төлей ме? Айыппұл деген жоқ бізде, бірақ сол пайдаланған мерзіміне ғана өзінің жаңағы жалақысы емес қой, жаңағы ақысын. Мынау пайдаланған күні, айы, мерзімі бар ғой, соған ғана төлейді да, қалғанын жаңағы келісім шартты бұзу жөнінде шарт бекітеміз. Солменен ол ешқандай айыппұл онсыз кәсібін тоқтата алады. Ал егер де сол кәсіпкер өзінің алған жерін келісім шарт бойынша жалға алып, келесі кәсіпкерге жалға бере ала ма? Ол біздің мынау келісім шартта нақты көрсетілген. Олай болмайды. Олай болған жағдайда, егер де ондай фактілер анықталған жағдайда, біз ол кәсіпкермен бір жақты келісім шартты бұзамыз. Осы уақытқа дейін анықталды ма ондай жағдай? Иә, өкінішке орай ондай фактілер анықталды. Біз оны жаңағы келісім шартты бұзып, алдағы болатын конкурсқа ол жер учаскесін ары қарай шығарамыз. Бір адам қаланың бірнеше жерінен павильон ала ала ма? Оған біздің ережемізге сәйкес ешқандай тұсау жоқ. Ол алуға болады. Егер де кәсібін дөңгелетем деп жататын болса, оған рұқсат. Қандай кәсіптің түрі дамыған? Енді мынау бүгінгі таңда көкөніс, тамақ өнеркәсібі дейміз, фастфуд, тез дайындалатын тағамдарға, одан кейін мынау гүл саудасына сұраныс өте жоғары. Бірақ енді мынау мезгіліне қарай дейміз ғой, жаз айларында жаңағы сусын, не болмаса балмұздақ сататын орындарға қызығушылық көп болатын болса, мынау қыс айларында, көктем күзде мынау техникалық қызмет көрсету дейміз, біздің мынау дөңгелек ауыстыру, шиномонтаж дейміз ғой, соған сұраныстар өте үлкен болады. Бір қалыпты сұраныс өте жоғары, бұл жаңағы айтып кеттім, ол гүл саудасы, жаңағы тамақ өнеркәсібі, жаңағы тез дайындалатын тағамдар, одан кейін мынау көкөніс дүңгіршектеріне сұраныс жоғары әр уақытта. Су кәсібі бұл мынау жаз айларында өте сұраныс жоғары болады. Оның бір арнайы өзінің шарттары бар шығар? Шарт біздің жаңа ереженің негізінде ғана сол шарт
жасалынып, сол шартпенен ғана жүреміз. Барлығына талап бірдей, бірақ егерде заңда көзделген жаңағы санитарлық талаптар болатын болса, одан да бөлек басқа да талаптар болатын болса, оны кәсіпкер орындауы міндетті. Заң бәрімізге бірдей ортақ. Мерзімдік деп жатырмыз ғой, жаз айларында мынау жаңағы выносной дейміз ғой, мынау жылжымалы жаңа арбамен не болмаса жаңа жылжымалы павильонмен шығып жаңа сататын ол жерлер 1 шаршы метрден. Енді өзіңіз ойлаңыз, бір кәсіпкер мысалға жаңа балмұздақ сататын жаңағы орны үшін 1 шаршы метрден 20 мың теңге бір жылға төлейді. Бір өзі павильон алып кәсібін бастағысы келетін бұрын кәсіпкер болмаған адам қандай талаптарды білу керек? Енді бірінші өзінің мақсаты дейміз ғой, қай мақсатта жұмыс жүргізе алатындығын, өзінің жаңағы кәсібін дөңгелете алатынына бірінші сенімді болу керек. Екінші, мынау әкімшілік тарапынан да, мына басқа да құзырлы органдар тарапынан мынау бағдарлама өте үлкен оларға көмек болып жатыр. Неге дейсіз ғой? Алдын егерде кәсіпкер өзі жүріп, өзі бүкіл жаңағы келісім жаңағы парақтарын бәрін өзі қойдыратын болса, оның бәрін бүгінгі таңда мына Астана әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация біздің басшылықпен сол жұмыстардың бәрі жүргізіледі. Мынау бір терезе қағидасы негізінде. Ол кәсіпкер жаңағы өтінішін тастап, жаңағы конкурс болған кезде өтіп жатқан жағдайда біз ол кісімен келісімшарт жасаймыз. Келісімшартта нақты көрсетілген 1 ай мерзімде ол кәсіпкер жаңағы павильонын, не гүл сататын, не көкөніс сататын павильонын орнату керек. Сол талаптарға сәйкес. Егерде сіз жаңадан кәсіп бастап өз алдыңызға егерде жүретін болсаңыз, ол өте үлкен мерзімді уақыт алады. Неге дейсіз ғой? Сіз ол бірінші жер учаскесін ол жаңағы рәсімдеу керек. Әкімшілікке хат жазу керек. Иә. Ол жаңағы бүкіл құзырлы оған тиесілі органдармен согласование, келісім өту керек. Одан кейін бар ол жаңағы жер заңнамасына сәйкес жер комиссиясы қаралып, одан кейін бар берілу керек. Одан кейін бар сіз мынау өзіңіздің жобаңыз, эскиздік жобаңыз. Ол жерге қандай нұсқадағы жаңағы павильон саласыз. Бұның бәрі бүгінгі таңда жасалып қойылған. Кәсіпкерлер мынау Астана қаласы әкімдігі сайтында astana.gov.kz жаңағы бизнес бөлімінде нақты көрсетілген бұл павильондардың әр нысанына байланысты қалай болу керектігі, гүл павильоныкі қалай, көкөніс павильонына, не болмаса жаңағыдай қызмет көрсету павильондарына нақты өзінің нысаналы мақсатына нақты көрсетіліп қойылған. Ол әрине біздің мынау ресми сайтымызда да ол барлығы көрсетілген. Әрине бұл сіздің жаңағы жұмысыңызды бастау үшін өте үлкен көмек. Жер учаскесі рәсімделген. Оған қойылатын павильонның түрі анықталған. Павильонды сіздер өздеріңіз бересіздер? Жоқ, біздің бағдарламаның негізгі талабы павильонды жаңағы, одан кейін оған инженерлік жүйеге қосылуды кәсіпкердің иығына жүктелетін жүк. Кәсіпкер оны егерде павильонды Астана қаласы әкімдігі қойған жағдайда, оны мынау неше жылдық практика дейміз ба, көрсеткен. Мысалға, егерде сіздің емес ол дүние, сіз оған немқұрайлы қарайсыз. Егерде ол мүлік сіздіңкі болса, сіз оған ұқыпты қарайсыз. Әрине оның сырт келбетіне, оның жаңағы басқа да талаптарын бәрін орындайсыз. Ал мынау басқа да жүйелерге қосылу, мен мысалға сіз электроэнергиясын тұтынасыз. Ол тұтынушы ретінде сіз келісімшарт жасауыңыз керек. Оны Астана қаласы әкімдігі не болмаса әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы пайдаланбайды ғой. Ол электр жүйесін, не болмаса су жүйесін, коммуникациясын. Оның бәрін сіз тұтынушы ретінде мынау сол құзырлы органдарменен келісімшарт жасап, пайдаланғаныңызға қарай төлеп отырасыз. Ал сауда нүктелерінде санитарлық талаптар қалай жүргізіліп жатады? Енді мынау санитарлық талаптар заң жүзінде айқындалған. Ол бойынша кәсіпкерлердің мойнына жүктелетін жүк. Егерде олар санитарлық талаптарды орындамаған, жаңағы айналасын, жаңағы қоқысын жинамаған, не болмаса жаңағыдай өзінің пайдаланған заттарын қорап болуы мүмкін, не болмаса жаңағы су болын, басқасын бәрін өзінің айналасына төгетін болса, оған құзырлы органдар бар. Ескерту беріледі. Ескертуден кейін ары қарай ол жер учаскесін қайтарып алу
сіздерге жүктеле ме? Жоқ, заң талабына сәйкес құзырлы органдар оны не қылады. Бірақ біздің келісім шартта нақты көрсетілген бүкіл санитарлық норманы бүкілін бәрін ол кәсіпкердің мойнына жүктеледі. Енді сіз қараңыз, Астана қаласы әкімдігі не болмаса әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының тарапынан сіз оның қасында әрбір дүңгіршектің қасында бір адамды қойып қоя алмайсыз ғой. Ол кәсіпкердің нақты мойнына жүктелетін жүк. Өйткені заң бар. Ол жерде кәсібін дөңгелетіп жатқан сол кәсіпкер. Яғни ол жерге сол талаптардың бәрін орындау кәсіпкердің мойнына нақты жүктелетін жүк. Соңғы ақпараттарды қарап отырып, осы бағдарламаның аясында Астанада тағы 100 орын берілетінін білдім. Жалпы 100 орын, тағы да 1000 орынға қосылып айтқанда. Енді бұл осындай нүктелерге халық тарапынан сұраныстың көптігін білдіре ме? Әрине, халық арасында өте қызығушылық жоғары, сұраныс бар жерде жаңағы жұмыс ары қарай жүре береді деп ойлаймын. Өйткені бұл кәсіпкерлер өте мысалға Астана қаласы әкімдігі бағдарламаны алғаш жариялап берген кезде кәсіптің түрлері де өте аз болатын. Бүгінгі таңда кәсіпкерлердің өздерінен ұсыныстар. Неге біз көкөніс не болмаса жаңағы фастфуд тамақ өнімдерін ғана сатамыз, басқа да түрлерін, жаңағы қызметтің түрлерін кеңейтіп жатыр. Әрине ол біздің өсіп келе жатқан жаңа Астанамызға ол керек. Алдағы уақытта қандай кәсіптің түрі көше саудасына қатысты дамиды деп ойлайсыз? Әрине оны біріншіден біз бен сіз тұтынушы ретінде айқындаймыз. Одан кейін сол сұраныс болып жатқан кәсіпкерлердің икемділігі сол бағытқа қарай бұрылуы. Яғни сіз жаңа айтып жатырсыз, қоқыс тастағаныңыз үшін ақша аласыз. Яғни тұрғын қоқыс тастағаны үшін ақша алады. Бұл да бір ерекшелік. Бүгінгі таңда кәсіпкердің беріп жатқан жаңағы ұсынысы, мен солдай орын ашып, сол қоқысты жай ғана тастамасын, бізге тастаған жаңағы әрбір шынысына, не болмаса жаңағы қағазына ақша алсын. Ол біріншіден бізге қалаға керекті дүние. Жаңағы бізбен сіздің қаламыздың экологиясын жақсарту мақсатында ол өте үлкен қалалардың бәріне ортақ. Тамаша. Енді дәл осындай 1000 орын көше саудасы тек Астана қаласында жұмыс істеп жатыр ма? Бүгінгі таңда бізге әріптестеріміз басқа облыстардан, басқа қалалардан өте жаңағы қызығушылық жоғары болып, осы жылдың басында жаңағы ұлттық кәсіпкерлер палатасы тарапынан осы ұсыныс берілген болатын. Оны жаңағы үкімет тарапынан да қолдау алып, басқа өңірлерде осы 1000 орын бағдарламасын ары қарай жүзеге асыру. Сауда орындарында QR кодтар беріліп жатыр. Оның пайдасы қандай? Енді қараңыз, жабайы сауда өте үлкен болатын. Осы біздің бағдарлама кіргенге дейін. Бағдарлама жүргеннен кейін де біздің үлкен басты жаңағы проблемамыз дейміз ба? Ортақ тілмен айтқанда. Бұл жаңағы кәсіпкер үшін де біз сол кәсіпкерлердің жаңағы бір жүйесін ұстап отырған, жаңағы ұйымдастырып отырған мекеме жөнінде де бізге де үлкен сұрақ болатын. Енді біз тұтынушы, ол кәсіп орны жаңағы дүңгіршек заңды істеп жатыр ма, заңсыз істеп жатыр ма деген мақсатта біз QR код. Ол біздің жүйемізбен байланыстырылған. Яғни оны бір мысалға кәсіпкер өзіне солай копировать етіп, егерде қойған жағдайда ол ары қарай көрсетпейді. Ол жерде қандай жерде тұрған, ол кәсіпкердің жаңағы келісімшарт жасалғанын, аты жөнін, не болмаса жаңағы алаңын, тұрған жерін, ол база былайша айтқанда жүйе жұмыс істемейді онымен. Егерде біздің жаңағы QR кодымыз арқылы қазақша, орысша нақты көрсетілген жаңағы смарт Астананы жаңағы қосымшасын жүктеу арқылы сіз жаңағы приложениені қойып көре аласыз. Ол кәсіпкердің заңды істеп жатқан, немесе заңсыз істеп жатқан. Ол жерде қандай мәліметтер? Ол жердің алаңы, тұрған нақты жері, нысаналы мақсаты пайдалану, одан кейін келісім шарты, бүкіл керекті ақпараттың бәрі бар. Яғни құзырлы органдар, мысалға жергілікті полиция қызметкерлері
егер де ақпарат керек болатын болса, оны бізге жазып, бізден жаңағы ресми ақпаратты күтпей, яғни өзінің жаңағы қосымшасы арқылы біле алады. Астана қаласы әкімдігінің тарапынан сіздерге қандай көмектер болып жатыр? Енді бізге негізгі үлкен көмек мына жер учаскелерін ұзақ мерзімді берген. Өйткені әрбір кәсіп иесі өз кәсібін дөңгелету үшін ол жерге салатын жаңа қаржы үлкен болатын болса, оның қайтара алмайын ба деген күдікпенен ол жерге көп ұсыныс болмауы мүмкін. Содан кейін ол әрине кәсібін, өйткені жан бағу керек. Кәсібін дөңгелету үшін ол міндетті түрде жабайы саудаға жүгінуі мүмкін. Жаңағыдай мерзіміне қарай, мысалға жаңа өзіңіз білесіз, қалада кейбір жаз айларында пайда болып қалатын жабайы сауданың түрлері, мына көкөніс сататын палаткілер дейміз ғой. Солар құрылып мысалға. Егер де бұл сізге тиімді болатын болса, одан кейін жаңа ұзақ мерзімді болатын болса, неге сіз заңды жұмыс жүргізбеске, заңды кәсіпті нәсіп етпеске? Сол үшін бұл Астана қаласы әкімдігі тарапынан өте үлкен, кәсіпкерлер қауымы үшін өте үлкен көмек. Сәкен аға, біз енді сұхбатымызды әрі қарай 1 минут деген айдармен жалғастырсақ, яғни мен сізге қазір 1 минуттың ішінде бір 10-15 сұрақ қоямын, сіз соған қысқа да нұсқа жауап беруіңіз керек. Кеттік па? Кеттік. Соңғы оқыған кітабыңыз? Мына өзімнің жұмысыма байланысты «Кәсіпкерлерге көмек» деген кітап. Аты дәл әзір есіме түспей тұр. Балаңызды қалай еркелетесіз? Құлыным деп. Бүгін таңертең ең бірінші істеген ісіңіз? Ең бірінші істеген ісім жуындым. Тамаша. 10 жылдан кейінгі Астананы қалай елестетесіз? Әрине, бұл өте үлкен мегаполис, жаңағы кәсіпкерлері кәсіптің сапалы түрін жүргізіп жатқан Астананы көргім келеді. Керуен немесе керуен сити? Керуен, әрине. Тамаша. Балмұздақ немесе ірімшік? Ірімшік. Кәсіпкерлерге қаншалықты қаталсыз? Егер де кәсіпкерлер заң талабына сәйкес жұмыс жасап жататын болса, өте мейірімдіміз. Егер де заңға қайшы келіп жататын болса, әрине заң талабына сәйкес қаталмыз. Осы өмірдегі ең басты мақсатыңыз? Алдамау. Рахмет аға, біз сізбен бірге 1 минуттың ішінде 10 шақты сұраққа жауап алып үлгердік. Сұхбаттан алған әсеріңізді мына бір смайликтермен, іштегі көңіл күйіңізбен бөлісіп қойсаңыз. Таңдап алыңыз. Ал мен таңдаған смайлығым мынау көрермендерге.